Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге 30 минутта тез әрі оңай дайындалатын тауықтың төс етінен жасалынған пастаның жасалу жолын көрсетпекшімін. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін тауықтың төс еті, пияз, сметана және бір бокал су приправаларымыз керек. Ең алдымен пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Одан кейін осы тауығымыздың төс етін осылай ұсақтап, салонка етіп, бәрін турап шығамыз. Міне турап алдық, енді чеснокты да осылай ұсақтап турап аламыз. Енді табамызға сұйық майымызды қойып, қызғаннан кейін чесногымызды кішкене қызартып, 1-2 минут қуырып алып тастаймыз. Енді осы етімізді салатын боламыз. Оны да жақсылап, қып-қызыл қып қуырып шығамыз. Не осылай қып-қызыл қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, оны да 1-2 минут қуырып аламыз. Приправаларымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Енді сметанамызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне 1 бокал суымызды құямыз. Осымен 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысымызға осы суымызды қайнатып алып, тұз салып, лағманның қамырын саламыз. Осыны осылай пісіріп алып, жаңа біздің начинкамызға араластырып жібереміз. Міне араластырғаннан кейін 1-5 минутқа бұқтырып аламыз. Сөйтіп қапағын ашып, сары майымызды осылай қосып, бір араластырып шығамыз. Сонымен біздің пастамыз дайын болды. Осылай сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Міне біздің пастамыз өте керемет, әдемі, дәмді, сүйкімді болып шықты. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жасай кетіңіздер. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.